Сәлем қыздар барлықтарыңызға, сіздермен бірге мен Гүлім. YouTube арнама қош келдіңіз. Бұл жерде менің хоббиім қолөнер. Соның ішінде тоқыма туралы айтылады және көрсетіледі. Бүгінгі бейне жазбамда мен өзім бүгінгі күнде дәл қазір немен айналысып жатқандығымды көрсету үшін кішігірім тоқыма туралы блог түсірейін дедім. Ең бірінші алдымда қазір көрсетемін сіздерге жеке-жеке. Мен тоқып жатырмын. Қазір міне жартысына шұлықтың өкшеден кейінгі аралығын тоқып жатырмын, тұмсығына дейінгі. Спорттық үлгіде өзіме осындай кроссовкамен кигенге осындай әдемі шұлық тоқылуда. Қарасаңыздар, бұнда артқы жағында міне арнайы көтеріліп тұратын тоқылған спорттық шұлықтарда болады. Өйткені неліктен ол енді айта кетейін. Мына жерде қонышы спорттық шұлықтарда қысқа болады, ал кроссовкамен киген кезде ол артқы жағы шұлықтың табанына қарай тартылып, кроссовканың ішіне қарай басылып кіріп кетеді. Сондықтан осындай артқы жақ бөлігіне ұзынырақ осылай тоқылады. Өте әдемі. Менде осындай түстес кроссовка болғандықтан өзіме арнап тоқып қояйын дедім. Және де фото жасап көрсету үшін кроссовкамен де өте әдемі қылып киюге болатындығын алдағы уақытта сіздер менен көре алатын боласыздар. Мінекей осы жіптен тоқып жатырмын. Бұл жіптен мен ұлыма да тоқып берген болатынмын. Күз кезінде қыс бойы киіп шықты. Ерболсы мен Бектөрөге де тоқып бергенмін. Бектөренкі кішкентай ұлымдікі кішірейіп қалды. Кішкентай қайынсіңлімнің баласына бердім. Өте төзімді екен. Балаларды білесіздер ғой, бір жерде тұрмайды, жүгіріп жүреді. Аяқтары үнемі қозғалыста болады. Соған шыдап қыс бойы Ерболсын киіп шықты. Егер мүмкіндік болып жатса, қазір сіздерге қыс бойы киілген шұлықтың жағдайы қандай екендігін көрсететін боламын. Қазір мынандай екінші бір жақ сыңары дайын. Мінекей блокаторға кигізіп, фотоға түсіріп, инстаграмға салатын боламын. Фотодан да қыздар қажетті ақпаратты алуға болады. Мен барынша жарықты дұрыс пайдаланып, түсінікті қылып түсіруге тырысамын фотоларды. Кейбір қыздар, бір-екі қыз жазған, маған анық есімде, инстаграмда сіздің кардиганыңызды суретін қарап, ары-бері созып, скрин жасап, қайталап тоқып жатырмыз деп. Сол сияқты фотода тоқимын деген қыздар үшін ол үлкен ақпарат көзі болып саналады. Мінекей өкшесі бумеранг. Мына жақта тоқылған мінекей қабатталып тоқылды. Қандай ұқыпты орындалған жұмыс. Мен әрбір ілмегінен рахат сезініп отырып тоқимын. Сондықтан осындай нәтиже шығатын шығар деп ойлаймын. Өзімді асыра бағалағаным емес. Енді сонда да мінекей екінші нөмірлі бізбен өте жіңішке біз. Бұл біздің де тарихын айта кетейін. Бұл бізді мен ешқандай жерде сатып алған жоқпын. Сырттай қараса, қазір бар ғой, қарапайым 300 теңгелік, 400 теңгелік біздер сол сияқты, бірақ дегенмен де бұл мен бұрынғы әжемнің осылай дайындап алған сым, кәдімгі сым темірден өзіне осылай дайындап алған бізі болған. Мінекей салмақты, ауыр, бірақ дегенмен де осылай осымен тоқуға маған ыңғайлы. Үйреніп кеткен қолым. Ең алғашқыда тоқыған кезде біздерім тарс етіп жерге түсіп кететін, бос тоқығандықтан болар. Ал қазір мен өте тығыз тоқимын. Шұлықты өте тығыз тоқыған. Ол жақсы кейіс береді, созылмайды, тозбайды, көп тез қажалып кетпейді өкшесі. Сонымен осы мінекей екінші жағын аяқтайтын боламын. Ендігі шұлық мына жерде қыздар, менде бұл да спорттық үлгіде. Қарасаңыздар, мінекей арт жағында әдемі белгісімен. Өкшесі бұнда да спорттық үлгіде тоқылған.
фотоның барлығын инстаграмнан көре алатын боласыздар. Енді бұл жерде қыздар, мен сіздерге айта кетейін дегенім, бұнда 3 түрлі жіпті мен осындай мінекей мынандай жіптен толығымен бір шұлық толығымен шығады. Екі сыңарын мысалы тоқи аласыз мына жіптен. Одан кейін қалған жіпті осылай бөліп аламын екіге бірдей қылып. Одан кейін осылай өзім ойластырып, әдемі қылып, айландырып, біріктіріп отырып, осындай әдемі шұлықтарды құрастырып тоқып шығамын. Бұл жерде әртүрлі жіп. Мына жіп мысалы Ализеден болады. Ал мынау Нако Бахо деген жіп болды. Ал мынау тағы бір жіп. Атын ұмытып қалдым. Осы 3 түрлі жіптен мысалы неге осындай әдемі шұлық тоқылып шықты. Бұл шұлықты қыздар мен осы кешірім өтінем, YouTube арнада 100-ші болып жазылған адамға сыйлайтын боламын. Күз кезінде кроссовкамен аяғыңыз тоңбай, жып-жылы болып осылай сапалы, оңайшылыққа тесіле қоймайтын шұлықты гүлім тоқидыдан сыйлыққа алатын боласыз. 100-ші жазылған адам деп айтайын. Бұл осылай. Келесі бұл жерде мен бұл жіптер неге тұр? Alize Lana Gold Classic. Біздің жақта бұл 1100 теңге тұрады. Алматыда бұл жіп 800 немесе 900 теңге болуы мүмкін. Бірақ ол интернет дүкенінен де алғызған кезде маған почтамен жеткізу қызметі үшін алған ақшамен барлығы бәрібірде де осы ақшаның құны шығады. Сондықтан осы жақтан мен бұл жіпті арнайы сіздерге оюды тоқып көрсету үшін алдым. Осындай екеуі бір-біріне сәйкес келмейтін қанық, ашық түсті таңдадым. Өйткені көрсеткен әдістерім оюды тоққан кезде сіздерге барлық көрсеткен техникаларым сіздерге ұғынықты, көрінікті болу үшін, түсінікті болу үшін осындай бір-біріне сәйкес келмейтін екі түсті таңдап алдым. Енді мысалы мен мынада ақ түс немесе мына жерде жасыл түс таңдап алсам, біраз сәйкес келетін түстерді таңдасам, онда сіздерге мен тоқып үйреткен кезде сіздерге біраз түсініксіз болып қалады. Бір-біріне қатты ұқсас болғандықтан сіздер қай жерін қалай тоқып жатқандығымды көре алмай қалатын боласыздар. Сондықтан мен осындай анық түсіну үшін осылай таңдадым қыздар. Енді нақты қандай ою екенін әлі анықтаған жоқпын. Схемасын дұрыстап құрып, сіздерге түсіріп, осы YouTube арнама салатын боламын. Сол жерден барлығын нақты үйреніп, оюды мен қалай тоқитындығымды. Басқа шетелдің YouTube арналарында бар ғой негізі. Ілмекпізбен әртүрлі суреттерді тоқу. Бірақ та әрбір тоқымашы әр қалай тоқиды, және мен өзіміздің қазақ тілде қарапайым, ешқандай бір қиын тоқымаға қатысты терминдерді қолданбаймын. Осылай қарапайым ауызекі тілде сөйлеп отырып, көрсетіп отырып үйретемін. Егер қарапайым ауызекі тілде күнделікті қолданыстағы сөздерді қолданып отырып түсіндірген шеберлік сабақтар ұнап жатса, онда менімен бірге тоқи аласыздар. Күтіңіздер, алдағы уақытта осы YouTube арнада шығатын болады. Бұл жерде мен блокаторым тұр, бірақ сыңары қалды. Бір сыңарын кеше түнде Ерболсын сындырды. Жаттаған тақпағын айтам деп жүріп, мен қасымда отырып, ол бір жерде отырмайды, секіріп, жүгіріп жүріп айтады, өз сондай әдеті. Неғып аяқ астына тастап қойған білмеймін, үнемі ұқыптап, жоғары көтеріп, фото түсіріп болғаннан кейін солай аялап ұстап жүретімін. Аяқ астынан, аяқтың астында жатқан жерінен сындырып, басып кетіп сындырды. Сонымен бір сыңары ғана қалды, оған да шүкір. Осымен әдемілеп енді сіздерге инстаграмға фотоны салатын боламын. Бұл блокаторды мен Алиэкспресстен алған болатынмын. Мына жерде жазусыз болса 6000, 6500 болды ма, сондай болды. Ал егер жазумен болса 7500. Мен екі жақ сыңарым бірге жазу жазғызып, осылай 7500 теңгеге алғызған болатынмын. Бірақ жіңішке мінекей. Ал түп нұсқа әдемі қалың қып қарағайдан жасалынатын
түпнұсқа жасалған блокаторлар бар. Шұлық қап деп айтамыз қазақша. Олар 25 мың, 30 мыңға дейін барады. Бұйыртса алдағы уақытта ондайды да алып жатармыз. Сонымен осы қыздар, енді бұл тоқылған, мына өзіме деген шұлықты тоқып болғаннан кейін әдемілеп фото жасайтын боламын. Және тағы да дайын жұмыстармен де дайын тоқылған шұлықтар бірталай тұр. Қыздар, оның барлығын бұл жерде көрсеткім келмей тұр. Оны сәуір айындағы дайын жұмыстармен тағы да бейне жазба түсіремін осылай. Сол жерде көре алатын боласыздар. Бірақ фотоларды түсіреміз. Бұйыртса бүгін күн бұлтты болып тұр. Сондықтан балалардың ойнайтын жерінде Ерболсын мен Бектөренің апарып ойнататын жеріміз бар. Сол жерде әдемі шырша, әдемі орындар бар, орындықтар орналасқан. Сол жерде өзім ойластырып қарап жүргем. Фото түсіру керек екен осы жерге келіп деп. Соны сәті түскен күні барамыз. Жолдасыма да әдемі бір шұлық тоқылған болатын. Ол ұзын қонышты. Жаз келіп тұрса, ол жаз кетеді, күз келеді, қыс келеді деген сияқты. Оның ешқандай артықтығы жоқ. Дайын тоқылып тұрған шұлық өз орнымен тұра береді. Сондықтан тоқып қойған болатынмын. Оған да әдемі бір фото түсірейін десем. Бұлай сіздерге көрсеткен жоқпын ол шұлықты фотоға түсіріп. Аяқта кигізіп көрсетейін деген ойым бар, бірақ ол ойым орындала ма, орындалмай ма? Жолдасымның оған шыдамы жете ма, жетпей ма білмеймін. Уақыты да болмайды жұмыста болғандықтан. Сонымен әдемі фотолар болып жатса, сіздерге міндетті түрде Инстаграмда бөлісемін, қыздар. Кейін айналысып жатқан бүгінгі күнге осындай жұмыс. Алдағы 1-2 күнде сіздерге шеберлік сабағын дайындаймын деген ойым бар. Мінекей, тоқыма, су, шәй, тоқыма, су, шәй. Қазір 2 ұл далаға ойнауға шығып кетті. Сол аралықты пайдаланып, тыныш кезде сіздерге осындай бейне жазба түсіріп алайын деді. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Ауырмаңыздар. Келесі қосылғанға дейін сау саламатта болыңыздар.